Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай әрі тез дайындалатын бір ғана заттан мороженое жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ең алдымен ыдысымызға, тарелкамызға осылай пищевой пленканы жауып қоямыз. Содан соң үстен 2 бананымызды осылайынан турап, тағы да бетін пищевой пленкамен жауып, морозильникке 2 немесе 3 сағатқа қалдырамыз. Біздің бананымыз мұз болып қатып тұруы қажет. Неке қыздар, біздің бананымыз осылайша мұз болып қатып қалады. Және де осы банандарымызды алып, блендерге салып, жақсылап блендермен езіп алатын боламыз. Бізде банан мұз болып қатып тұрғандықтан блендерлеп жатқан кезде ортасында ашып, осылай қасықтың көмегімен жаңағыдай араластырып тұрыңыздар. Мұз болғандықтан кішкене тез араласып кету қиын болады. Осылайша ең жоғарғы жылдамдықта блендермен жақсылап езіп аламыз бананымызды. Неке қыздар, бізде осындай мороженойдың массасы дайын болады. Өте тез дайын болады және де өте дәмді болып шығады. Егер де қаласаңыз, өзіңізге ұнайтын кез келген жеміс түрлерін қосып жасасаңыздар да болады. Неке қыздар, осылай қасықтың көмегімен ыдысыма салып алдым. Егер де мороженойдың қалпы немесе домалақ қасығы болса, сонымен салсаңыздар да өте әдемі болып көрініп тұрады. Егер де қыздар осылай бананның дәмі шығып тұрған қаламасаңыздар, 1 шай қасық какао қоссаңыз да өте керемет шоколадты балмұздақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен жарты бөлігіне осылай 1 шай қасық какаоны қосып жасап, тағы да бір блендермен араластырып жібереміз. Өте керемет болып шығады. Неке қыздар, біздің балмұздақтарымыз дайын болды. Қалауыңызша сәндеп ұсынсаңыздар да болады. Бетіне шоколадты қойып немесе кез келген жеміс түрін қойып ұсынсаңыздар да өте керемет болып шығады. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Өте оңай, қолжетімді заттардан әрі тез дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.